Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар және ата-аналар. Бүгінгі тақырып кибербуллинг жайлы болады. Жалпы кибербуллинг деген сөз таныс па сендерге? Кибербуллинг деген не? Кибербуллинг электрондық кеңістікте қудалау, онлайн қатыгездік, яғни бұл өзін-өзі қорғай алмайтын, құрбанға қарсы бағытталған электрондық жолмен әрекеттесу жолдарын қолданумен жалғыз немесе бір топ адам жүзеге асыратын ұзақ уақыт бойы жүйелі қудалаудың, қасақана агрессияға толы әрекеттердің бір түрі болып саналады. Бұл SMS хабарламалар, әлеуметтік желілер, абыройды төгетін веб-парақшалар ашу немесе қорлайтын, тіл тигізетін бейне контент жариялау арқылы және тағы басқа жолдармен жасалады. Ең алғашқы кибербуллинг ұғымын Крейг пен Пеплер 1997 жылы алғашқылардың бірі болып сөз еткен. Онда интернет алаңдарда қудалау, оқушылар арасында көзбе-көз емес, технологияландырылған қудалау тәсілін жөн көретін агрессияға толы қудалау жайттары сипатталған. Бүгінгі таңда барлығы ересектерде, жастарда интернет желісін белсенді пайдаланушылар. Интернетте қудалау орын алып жатқанын және өз арамызда орын алып жатқанын жасыру мүмкін емес. Жауап беріп көрейік, өздеріңізден сұраңыздар. Мен кибербуллинг құрбанымын ба? Қалжыңды келемежден қалай жатуға болады? Барлық достар бір-бірімен қалжыңдасады, бірақ кейде әсіресе интернетте біреу көңіл көтеріп жатыр ма, әлде жаныңды жаралауға тырысып жатыр ма, дөп айту қиын. Кейде олар күлкіге айналдырып қалжың ғой, немесе көңіліңе алма дейді. Бірақ егер намыстарыңа тисе және басқалар сендермен бірге емес, сендерге күліп жатқан сезінсеңдер, онда қалжың шектен шығып кетті. Егер сол адамнан қалжыңдауды доғаруын өтінсеңдер де доғармаса және жандарыңды жаралауын тоқтатпаса, онда бұл буллинг болуы мүмкін. Ал буллинг онлайн жасалса, онда көп адамдардың, сонымен қоса бейтаныс адамдардың жөнсіз килігуіне алып келу мүмкін. Қай жерде болмасын, егер көңілдерің толмаса, бұған төзуге болмайды. Қалай атасаңдар да өз еріктерің. Егер намыстарыңа тисе және доғарылмаса, онда көмек сұрау керек. Кибербуллингті тоқтату бұзақыларға үн қату ғана емес, барлық адамдар интернетте де, шынайы өмірде де құрметке лайық екенін мойындау керек. Интернетте орын алғанда сендерге барлық жерде, тіпті өз үйлеріңде шабуыл жасалып жатқандай сезім тууы мүмкін. Ешкім құтқара алмайтындай болып көрінуі мүмкін. Оның салдары ұзақ уақытқа созылып, адамға түрлі жолдармен әсер етуі ықпал. Ойша, адам өзін көңілі қалғандай, қысылғандай, ақымақ болғандай, тіпті ашуланғандай сезіну мүмкін. Эмоциялық жағынан адам ұялу немесе сүйікті істеріне қызығушылығын жоғалтқанын сезіну мүмкін. Физикалық жағынан әрине шаршау, ұйқыдан айырылу немесе іш, бас ауыру сияқты симптомдар болуы мүмкін. Біреу өзіңді күлкіге айналдырып жатқанын немесе басқа адамдар өзіңді қудалап жатқанын сезіну адамдарды осы мәселе жайлы жақ ашпауына немесе оны өз бетінше шешуге тырысуы алмауы ықтимал. Аса күрделі жағдайларда кибербуллинг тіпті адамдарды өз-өзіне қол салуына алып келуі мүмкін. Кибербуллинг бізге түрлі жолдармен әсер ете алады. Ұмытпаңыз, бірақ оны жеңуге болады. Өз-өзімізге деген сенімділікті және денсаулығымызды орнына келтіруге болады. Егер мені біреу онлайн қорқытып жатса, кімге айтуым керек? Осы туралы айту неге соншалық маңызды? Көмек алуға болатыны туралы бірнеше кеңес ұсынамыз. Егер біреу сендерді келемеждеп жатыр деп ойласаңыздар, бірінші қадам өздерінің сенетін адамнан, мысалы атаңнан, жақын отбасы мүшесінен немесе өзін сенетін басқа бір ересек адамнан көмек сұрауыңыздар. Мектепте психологтан, спорт жаттықтырушысынан немесе сүйікті мұғалімдерінен көмек сұрай аласыңдар. Егер келемеждеу, буллинг әлеуметтік желілерде болып жатса,
бұзақыны бұғаттап, оның қылығы туралы сол платформаның өзінде ресми түрде хабарлау жағын қарастырыңдар. Әлеуметтік медиа компаниялар пайдаланушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету тиіс. Не болып жатқанын көрсету үшін дәлел жинауда пайдаға асуы мүмкін мәтіндік хабарлама және әлеуметтік желідегі посттарды суретке түсіріп алыңыз. Буллингті тоқтату үшін оны анықтау қажет және сол туралы хабарлау маңызды болып табылады. Бұл бұзақыға да сондай қылық жасауға болмайтынын көрсетуге де көмектесе алады. Егер интернетте келемежге тап болсаңдар, Facebook немесе Instagram желілерінде кез келген келемеж туралы тікелей хабарлауға болады. Facebook немесе Instagram желісіндегі посттан, комментарийден немесе хикаядан аты жөніңіз көрсетілмейтін баяндама жібере аласыңдар. Балалар, егер кибербуллингке тап болып, бірақ ата-аналарыңа айтуға қорықсаңдар, соны талқылап көрейік. Оларға кибербуллинг туралы қалай айтып бере аласыңдар? Барлығымыз үшін ата-анамызбен сөйлесу оңай емес, бірақ сөйлесуде көмек бола алатын бірқатар әрекеттер жасай аласыңдар. Сөйлесу үшін ата-аналарың бар көңілін сендерге бөле алатын, өздеріне сенімді болатын уақытын таңдаңдар. Мәселе сендер үшін қаншалықты маңызды екенін түсініңдер. Естен шығармаңдар, олар ақпараттық технологияларды соншалықты жақсы білмеу мүмкін. Сондықтан не болып жатқанын түсіну үшін сендердің көмектерін қажет болуы ықтимал. Олар сендерге бірден жауап бере алмауы мүмкін, бірақ көмектескісі келер. Сонда бірігіп шешім таба аласыңдар. Бір бастан екі бас әлде қайда артық. Егер әлі не істейтіндеріңді білмесеңдер, өздерің сенетін басқа адамдармен сөйлесу жағын қарастырыңдар. Сендердің қамдарыңды ойлайтын және көмектескісі келетін адамдар өздерің ойлағаннан әлде қайда көп. Кейде бізге жақын адамдар кибербуллингке тап болуы мүмкін. Олар достарымыз немесе туыстарымыз болуы мүмкін. Оларға көмектесуге бола ма? Көмектесу мүмкін болса, онда қалай? Егер әсіресе өздері кибербуллинг туралы айтқысы келмесе. Ұмытпаңыздар, кез келген адам кибербуллинг құрбаны болуы мүмкін. Егер өздерің танитын бір адам кибербуллингке тап болғанын көрсеңдер, қолдау көрсетуге тырысып көріңдер. Достарыңды тыңдау өте маңызды. Неге олар кибербуллинг туралы хабарлағысы келмейді? Өздерін қалай сезінеді? Оларға ресми түрде ештеңе хабарлау керек жоқ екенін, бірақ көмектесе алатын адаммен сөйлесу қажет екенін түсініңдіріңдер. Естеріңде болсын, достарың өзін осал сезіну мүмкін. Оған мейірімді болыңдар. Кімге және не айтуға болатынын ойластыруға көмектесіңдер. Егер хабарлауға бел буса, бірге баруды ұсыныңдар. Ең бастысы есіне салыңдар, сендер оның жанындасыңдар және көмектескілерің келеді. Егер достарың оқиға жайлы барыбір айтқысы келмесе, өзі сенетін және сол оқиғаны реттеуге көмектесе алатын ересек адамды табуға көмектесіңдер. Естеріңде болсын, белгілі бір жағдайда кибербуллинг салдары өмір үшін қауіпті болуы мүмкін. Әрекетсіздік адамды бәрі оған қарсы шығып жатқанда немесе басқалар үшін оның жағдайы бәрібір сияқты сезімде қалуы мүмкін. Сендердің сөздерің маңызды болуы мүмкін. Facebook және Instagram желілерінде кибербуллинг туралы аты жөндерін атамай-ақ хабарлауға болады. Мен жеке мәліметтеріммен айла шарғы жасалуына немесе мені интернет кеңістіктегі әлеуметтік желілерде келемеждеуге қалай тосқауыл бола аламын? Әрі бұл мүмкін бе? Балалар, интернетте бір нәрсені жарияламас бұрын немесе бөліспес бұрын екі қайтара ойланыңдар. Ол желіде мәңгілікке қалып, кейін сендерге зиян келтіру үшін қолданылуы мүмкін. Мекен жайларың, телефон номерлерін немесе мектептердің аты сияқты жеке мәліметтерді ешкімге айтпаңдар. Әлеуметтік желілерге арналған сүйікті қосымшалардың құпиялық баптауларын туралы біліп алыңдар. Көпшілігін істей алатын кейбір әрекеттер мынадай.
тіркеулік жазбалардың құпиялық баптауларын өзгертіп, парақшаларыңды кім көре алатын, кім тікелей хабарлама жібере алатын, немесе хабарламаларыңа комментарий жаза алатының өздерің шеше аласыңдар. Сендер ренжітетін комментариялар, хабарламалар және суреттер туралы хабарлап, оларды өшіріп тастауды сұрата аласыңдар. Достар тізімнен шығарып тастауға қоса, парақшаларыңды көре алмау үшін және сендермен байланысқа шыға алмау үшін тиісті адамдарды толығымен бұғаттап тастай аласыңдар. Сонымен қатар, толығымен бұғаттамай-ақ белгілі бір адамдардың комментарийлерін таңдап, сол комментарийлер тек сол адамдарға ғана шығуын таңдай аласыңдар. Сондай-ақ сендер парақшаларыңдағы хабарламаларды өшіріп тастай аласыңдар, немесе белгілі бір адамдардан жасырып қоя аласыңдар. Балалар, кейде сендер өздерің білместен агрессор немесе кибербуллер болуларың мүмкін. Кибербуллерлер бұл өз құрбанын қудалау және келемеждеу үшін кез келген девайсты, телефон, планшет, компьютер, ноутбук тағы басқа қолдану мүмкін агрессорлар. Балалар, сендер есейіп келесіңдер және қазірден бастап-ақ өз мінез құлықтарыңды қадағалап басқарып отыруларың тиіс. Кез келген зорлық-зомбылықтың түрінің, соның ішінде буллинг пен кибербуллинг құрбаны болған адамдар әділ сот жүргізілуіне және құқық бұзушыны жауапқа тартуға құқылы. Сендер әрбір әрекеттерің үшін жауаптысыңдар, ал сендер жасөспірім болғандықтан сендер үшін ата-аналарың жауапты. Ал аталмыш әрекеттер үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылуға болады. Ешқашан ұмытпаңдар, әр істің салдары болады. Балалар, қандай пайдалы ақпарат алдыңдар және көмек пен кеңес ретінде өздерімен бірге нені алып кетесіңдер, комментариймен бөлісіңдер.